Сәлем достар, қалайсыңдар? Бүгін Астанада күн ерекше жып-жылы болып тұр. -20 градус. -20 деген біз үшін жып-жылы ғой. Демалыс пайдаланып, бүгін қаланың шетіндегі Балқарағай демалыс аймағына бара жатырмыз. Қазір достарымызбен жиналамыз. Біздің жиналатын жеріміз шашлычный двор. Балалар жиналып қалған шығар өзі. Ішке кіріп қайтайық. Ассалаумағалейкум. Қалайсыңдар? Міне Мос хозяин. Мос кафенің хозяині. Қалай, дайынсыңдар ма? Балалар келмеген ба? Қарым тойы болды. Келді ғой, Жандос келді. Оны тамақтан алайық. Бұлдардың тамағы деген Жандос келді. Хоу! Шабандоз. Тамақтан алғанса? Тамақ солай? Самса жейік, самса. Бұл жер маған самсасы қатты ұнайды. Не деген самса? Біз тамақтан алайық онда. Шығатын кезде тағы да бір. Мына болған қарны аш. Қарынды тойдырып алдық. Қандай ма? Шашлычный двордың шашлигіне тойып алдық. Кеттік па? Қарақтар ен шықты. Аман ғана жедім. Ал, кеттік шабамыз енді құдай қаласа. Біздің шофер бала бүгін Жандос. Оу! Дайындық қалай? Қалың киініп алдыңдар ма? Ау? Қалың киініп алдыңдар ма? Иә. Қалың киініп алдық. Мына жерде Жәкең отыр. Ерке Есмаханға ғашық бұл жігіт. -15. -15 болды ма бағана 20 еді? -15. Бүгін Астанада ерекше күн жылы болып тұр. Ақжол, жол болсын онда. Ау, жақсы келді. Ара қашықтық қандай Астанадан Балқарағайдың несі? 20 километр ма? Жақын жер екен ғой, не бар ішінде? Жаңға жайлы барлық нәрсе бар ғой демалыс. Таза ауада. Шиповый деген мағына ғой. Өлтіріп се қойды қыздардан. Тек қана ат па бұл жерде? Ат, шаңғы, горка бар анда. Хаски бар, бұғы бар. Бұғы кәдімгідей сүйрей ма? Түйе бар, зоопарк бар, хаски бар. Мен негізінде Балқарағайшы тек жазда ғана келіп бассейнге түскенде деп ойлағам негізі. Қыста да бассейнге түсуге болады. Қыстық демалуға да жасап қойған десе я. Мықты. Қазір қызықтың көбесі алдыда. Қызықтың көбесі десе ғана. Иттер күтіп алды ғой бізде кәдімгідей. Ақ шықпайша ақ жоқ еді ғой. Сүйкімді иттер ғой, я. Міне. Осы бізді сүйрейтін күшіктер. Құда қаласа. Қараңыздаршы. Неден бастаймыз бірінші? Кассадан бастаймыз. Кассадан? Біздің міне бас спонсор Ұлы Дала бизнесмені Арғынның жігіті Нико. Мақтасаң жаман ақша береді. Видео түсіріп қорғаттық қой сен мен.
Баллонның не жел шықты ма? Жоқ, летний баллонмен тұр ғой, летний баллонмен. Айтпаса үйге қайтуға болады екен. Салон мықты ғой мынаның, ә? Жандосына сен машинаңнан әдем қойшы. Кәдімгі шана жалғап отыр ма түйеге? Әңгіме жоқ. Атқа да шана бар, неге? Итке де шана бар. Бұғыға да шана бар. Бұғыға да бар ма? Саған да шана бар. Бұлар шапқан кезде ше. Ана бір анекдот бар ғой. Бүйтеді да. Ешкі ары бері жүгіріп жүреді да. Сенің қасына түйе барып сұрайды ғой. Неге жүгіріп жүрсің деп. Сөйтеді да. Жаздың күні ғой тағы да. Шөл далада. Сен ары бері жүгірген кезде ана салқын жел болады да, сонымен салқынданасың деген ғой. Күн ыстықта. Нашу Сол не болды? Түйе болды әңгіме. Сөйтеді да, түйе сұрамай бағанағыдай. Ложись! Өзімен өз. Руша. Кеттік! Түйені сұр, түйені. Сыңғысың. Кетті қыздар дың. Тоңбадыңдар ма? Әдемі. Крутой поворот, дайындалыңдар. Кетті. Қаншадан мен? Бешеу ма, алтау ма? Қаншамыз? Біреу, екеу. Опа! Сен сұрып ағасың Мико? Руль. Артында билет бар. Бордюр. Аяқтарына ойландар. Бордюр. Крутой поворот. Жай жүреміз. Ойбай. Кет қалайын деп отырмын. Ерге. Авайла. Біздің шофер кісілер. Ай, бордюр. Ана қорқақ. Тұрғанда жүрген сияқты. Опа! Шап! Хай, шап! Опа! Келесі кезек Хаскиде. Мына шанада 6 иттің күші бар. Мына бір шанаға қаншадан мінеді? Баласы мен әкесі мінеді. Екі адам мінуге болады, бірақ Кішкентай. бір взрослый, бір детский. Сіз артында сормыз. Жібер! Кеттік! Тартыстар мұқты ғой, е? Опа! Мен бұлай ойнамасын, қатты берсін. Қанша жасады иттер? 3 жасар. 3 жасарға бәрі ма? Деген тартыстар. Давай! Шап! Айда Хаси! Хаски! Айда! Жүрісің қалай, күлісің қалай, оңай ма солай? Бұғын мүйісін қаған ба, тұсаған ба әкеге? Кішкентай ғой, е? Мүйісін алдыр ғой. Мүйіс тұспаған артында. Бұл қайда қайналады? Давай, жақсы.
айтыңдар. Бұғының мүйізі түседі екен қысқа қарай. Жазда қайтып өседі екен. Ерка, давай, Ерка! Ерка деген бұғы. Аты Ерка. Ерка деген бұғы. Ерка. Таныс болдыңдар ма не? Өз кішкентай ғана жас қой, жас нешеде? Қалай өтіп отыр? Мәз әйтеуір балалар. Осы бала-шағалар ырза болса болды. Жаурамадыңдар ма? Жоқ, терлеп отыр, терлеп. Жаурамадың ма? Терлеп отыр, мұнда барады. Демалысты терлеп отыр. Бүгін негізі ауыр райы негізі бізге қарасты, я? Осы балалар демалып қайтсын деп. Қазір атқа мінеміз әлі. Ерка жарады бүгін. 3 жасар боласың, кішкентай бола ма? Бұғының есі. Мүйізі бұның қысқа қарай түседі екен. Сөйтіп, мынандай өсіп, жылда түсіп, мынандай болған. Мына былтырғы мүйіз екен. Осын арнайы қағып қойған осы жерге. Естелік. Жылда осындай болып өседі екен. Не деген құдіреттілік, е? Мал кеттің жандос. Абайлық бақыма. Шабыласың ба? Мал да әдемі екен. Мұна легионер деген ат. Осы жердегі ең суаттардың бірі. Ең биігі де осы шақты ғой, я? 18 жыл өлексіз қой. Қан шапшы. Феррари қысы Феррари. Давай. Қорқпай тұрсайшы. Артым сәлем. Қорқып отыр ғой. Шапшыған. Газ бүре көрсет. Көтеріліп атқанды жоқ қой. Екі ұстап атқан. Түрді ба? Давай, дағы. Әдем. Болып қинамай түсті болды. Болды, шап енді сенде. Жорға екен, е? Отырмадыңыз ба? Шапса жорғаламай. Ойын басалды, тартыспа. Давай. Тарт. Қылат бүрін. Hoppa! Жайдағы жүріп аламадың ғой мен. Кете. Hoppa! Rusyan көпірағылай. Шамар болса, Атыраудың жігіттері арман екен. Өскеменнің жігіттері өрен болса, Ақтөбенің жігіттері алыр деген. Жезқазғанның жігіттері жезтаңдай, Қызылжар жігіттері кең маңдай, Сайсанымның жігіттері білекті, Семей жігіттері болаттай. Қызылорда
Ақтауда жігіттері қыран болса, Оралымның жігіттері пырақ екен. Ақтаудың жігіттері асыл болса, Астанамның жігіттері жомарт екен. Көкшетаудың жігіттері көсем дейді, Қостанайдың жігіттері шешен дейді. Аягөздің жігіттері төре болса, Түркістанның жігіттері имам дейді. Павлодар жігіттері бапшы екен, Марынқолдың жігіттері сақшы екен. Тыңдаушы құлақтарға алтын сырға, жігіттерім сегіз қырлы бір сырлы екен. Міне біздің жігіттер, 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 міне жігіттер, керемет жігіттер. Мына біз жігіттер, 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 сегіз қырлы бір сырлы біздің жігіттер. Міне біздің жігіттер, 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 міне жігіттер, керемет жігіттер. Мына біз жігіттер, 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 арландай тарландай біздің жігіттер. Міне 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 Зор екен аты. Осы жайдақ мініңдер, жайдақ. Ауырмайсыңдар. Еркектерге. Қалай шаршадың ма сен? Жақсы. Былай отырса көткен отпайсың да, немен отыр. Атқа былай отырған. Мынау зона отдыха Балқарағай. Менің есімім Бақытжан Пернеханович. Мен мынау конюшнидің управляющий конюшни. Мынау аттың ең үлкен пайдасы адамға біріншіден простатитке пайдалы. Екіншіден спорттың ең үлкен түрі. Бүкіл денеңде қан жүреді, қан айналады. Атты мінген кезде бұлайнан жайдақ міну керек. Егер мен жайдақ міну керек постоянно. 10-15 күн кеп мінетін болсаң, адамда простатит болмайды. Өйткені ат өзіне тартып алады барлығын ыстығымен. Сосын атпен жүрген кезде, міне, атпен жүрген кезде қимыл. Ары бер қимыл. Сол кезде аналдарында езеді. Сондықтан барлықтарыңызды сонда отдыха Балқарағайға шақырамын. Мына аттың пародасының атын айтып берсеңіз. Русский лисяк. Русский лисяк? Легионер. Ең мықты болса, иә? Жасы 21 жаста. 21 жасар. 21 жасқа толған. Сен мен есіме десің? Өте жақсы ат. Сон жеті. Мен жақсы деген құрдас. Сондықтан барлықтарыңды Балқарағайға шақырамын. Келіңдер демалуға. Зона отдыха Балқарағай. Бәрі бар бұл жақта. Жақсы, рахмет үлкен. Жақсы демалыс болды. Әдем демалыс болды. Ал жақсы, рахмет үлкен. Жақсы, аман. Осы кісіге келіңіздер, Балқарағайға. Бәрін аралатады. Скидкамен. Зафар түсірейікші ме? Кет зафар көрейік. Зафарк бар ма не? Әшті зафар көрейік. Қайтар алдында зафар ұмытып кет. Шырақ зафар кет. Кет зафар кет. Мынау не мынау? Мынау не? Қасқи ұрғашылары, Қасқи ұрғашылары ма жаңағы? Ол да жегіліңде тұр ғой бір-екі жылда. Бұл не? Инот. Мына жақта? Қырғауыл. Қырғауылдар. Бізде дендропаркте көп қырғауыл. Тиын. Қалайсың бір Атың кім? ойнамайдың. Қамақ бар ма деді ғой. Үйшігінде жүр ғой. Мынау соқтайды сияқты ғой, ә? Кән өзі? Таппай қалдың ба? Бе. Ойнап жүр қарсы. Реакциясын қараң. Ойнап жүр қарсы. Не деген жылдамдық ма, ә? Ойнап отырса мен. Тиын. Kan жайшы десе, жаятын жерінде. Деп сөзге түсіріп
Мына ақ көгершіндер. Ақ көгершін. Қолын шарып отыр. Қас кеттің еу. Шыққысы келіп отыр ғой. Маған қара бит биле. Осымен біздің демалыс өз мәресіне жетті деп қойсаң да. Жақсы демалыс болды негізі. Маған ең бәрінен ұнаған ат болды. Шанамен сүйреген онша. Қызық, бірақ атқа жетті деген да. Атпен шауып тұру керек деп. Біраз нәрсе үйретіп жүрді. Атпен шапқан денсаулыққа пайдалы дейді. Мына жігіт бізге айтпай. Қанша күн болды келіп жүргені? Бүгін 4-ші күні. 4 күннен. Суретін көріп қойды да Инстаграмнан сосын. Шақырмайсың деген еді, шақырды. Болды, онда қайт. Ал енді менің ақтай қарымамын неге?